Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, HTML, CSS және JS сабақтарының 19 бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз мынау басты сурет немесе ағылшынша hero деп аталады. Осыны жасауды аяқтайтын боламыз. Біз өткен сабақта бұны жасағанымызбен бізде мынау хидеріміз біздің дизайнға сәйкес келмей тұр. Егер де хидерге мән беріп қарайтын болсаңыздар, ол қара түсті болып тұр. Негізгі бізде дизайнда олай емес. Біздің дизайнда ол арты прозрачный, как бы мынау суреттің беткі бөлігінде тұру қажет. Соны жасауымыз керек. Одан кейін біз мынау дизайнды істегенімізбен, яғни мынау басты суретті істегеннің кесірінен біздің меню былайынан, қазір менюді басып ашып қарайтын болсаңыздар, ол артына кетіп қалды. Одан кейін қазір скролл жасасаңыздар, мынандай ужасный состояниеде тұр біздің менюіміз. Осы қателікті туралауымыз керек. Бұл қателік Z индекстің кесірінен болып тұр. Бұны қазір жауып қоя салайық. Одан кейін екінші тағы бізде бірінші хидер туралау керек, менюді туралау керек, екі түрлі ошибка. И тағы да қазір мынау режим разработчиканы ашып қарайтын болсаңыздар, мынаны оң жаққа жабыстырайын. Сол кезде мынау бізге девайсқа iPhone X-ті орнына қоятын болсақ, біздің сайтымыз андай, сайтымыз енді адаптивный, бірақ мынау ішінде біз жасаған мынау басты суретіміз адаптивный емес, яғни мынау шрифттер өте үлкен размерде, мына iPad-тың өзінде үлкен көрінеді. Еще мынау бір түрлі қуып тұр, iPad Pro-да шы. iPad Pro-да ғана нормально, а так былайынан уже кішкентай экран соткілерде уже быт шығып кеткен. Одан кейін қараңыздар, артындағы мынау бэкграундқа біз түс бердік қой, сол бір рет емес, 3 рет қайталанып кетті, яғни X осі бойынша. Оны да туралауымыз керек. Бізде общий 4 ошибка шығып кетті, яғни біз бір нәрсені жасаған едік, 4 түрлі ошибка шықты. Бұны қорықпай қойыңыздар, бұндай постоянно пайда болатын болады. Кейін сіздер кәдімгі проектлермен айналысқанда бұндай нәрселерді баг деп атайды. Баг деген как бы қателік дегенді білдіреді, бірақ баг деген как бы более профессионалды түрдегі мағынасы. Енді біз осыны жасамас бұрын, біз бірінші мен мынандай бір test.html деген файл создать етіп кеттім. Оны сіздер жасаудың қажет, көшірудің қажеті жоқ. Мен просто сіздерге position CSS қасиеті жайлы және Z-индекс CSS қасиеті жайлы толығырақ түсіндіріп кетейін. Өйткені как бы мен дұрыс түсіндірмедім деп ойлаймын өткен сабақта. И енді қазір қараңыздар, бізде мынау test.html-ді ашып қарайтын болсаңыздар. Міне test.html-інде менде мынандай div деген бір контейнер бар, и соның ішінде 3 түрлі элементі бар, item 1, item 2, item 3 деген. Оған мен мынандай test.css деген файлды қостым. Қазір енді test.css-тің ішін ашып қарайтын болсаңыздар, бұнда bodyға просто артына түс бергенмін, padding margin 0 берген, чтобы андай жабысқама үшін контейнерге артына жасыл түс, ұзындығын, биіктігін, тұратыңыздар, биіктік емес, ені мен ұзындығын берген, яғни width деген ені, height деген ұзындығы более мәні, дұрыс ойдым. И margin auto деп мен центрге неғам, одан кейін үстінен 80 пиксель 30 берген, мұнадан төмен осы екеуінің орталығы. Одан кейін мынау item 1, 2, 3-ке үшеуіне бірдей размер берген. Мұна егер қарайтын болсаңыздар, сары, қызыл, жасыл блоктар, көк блоктардың түстері бірдей, размерлері бірдей. И оларға мен әрқайсына жеке бэкграунд, яғни артқы түстеріне беріп кеткем, чтобы сіздерге көрнекі түсіндіру үшін қажетті осылай CSS қасиеттер жазып кеткем. Енді біз мына position мен жұмыс жасайық. Position деген CSS қасиет бар. Ол бізде не үшін керек деген сұрақ туындайды. Ең бірінші, бізде мынау документтегі элементтердің орналасу ретін документтік ағым деп атайды. Поток документа, либо орысша білмедім ше, поток документа, сондай. Қараңыздар, мен жерде элементтердің орналасу реті, қазір мынау мен test.html-ді ашам, қараңыздар, мен item 1, мынаны split right, бізде мынау HTML-іміздегі, қараңыздар, мынау мен қызыл, item 1-ге қызыл, item 2-ге сары, item 3-ге көк түс берген, яғни aqua деген. Либо былайынан көк түске қойсақ та болады.
мына көк түс. Одан кейін олардың орналасу суреттерін қараңыздар. То есть біз мына HTML-де қалай жаздық? Item 1, Item 2, Item 3 деп. Ондағы біздің мынау документімізде солардың орналасу суреті де дәл солай көрінеді. Біз осындай общий документтің потогынан элементті бөліп алу үшін, яғни бетіне қалқытып шығару үшін, как бы общий документтің тұрған жерінен бөлек шығару үшін біз position дегенді пайдаланамыз. Ол position деген CSS қасиет, оның қабылдайтын мәндеріне static жатады, немесе relative, немесе absolute деген мән қабылдайды, одан кейін fixed деген мән қабылдайды, одан кейін ең соңғы мәні sticky деген мән қабылдайды. Мына жерде WebKit sticky деген просто Google Chrome'да жөнді істемей қалуы мүмкін, сол үшін керек. Ондай нәрсені біз префикс деп атаймыз. Ол sticky деген мәнін қабылдайды, соңғы мәні. То есть бізде 5 түрлі мән қабылдайды, и біз ең біріншісін айтып кетейік. Static деген ол ешқандай рөл ойнамайды. Ол position static деген как бы любой HTML документтің ішіндегі элементтердің ол бастапқы қабылдайтын мәні, яғни position static. Мынау static деген по умолчанию, значение по умолчанию дейді, немесе қазақша positionның бастапқы мәні. То есть бұл ешқандай рөл ойнамайды. Одан кейін екінші мәні ол relative деген мән. Енді релативке мән беріп қарайтын болсаңыздар, ол біздің общий поток документтен бөлек бөлініп шықпайды да. Біздің позициямыз ол относительно мынау жасыл элементке байланысты өзгереді. Өйткені бізде жасыл элементіміз ол контейнер, яғни ол мынау test.html, яғни мынау контейнердің ішінде орналасқан. Item 2-ге біз қазір стиль беріп жатырмыз ғой. То есть position relative кезінде ол Item 2 соған байланысты өзгереді. Егер де қазір қараңыздар, осы position мен бірге бірігіп жүретін стильдерге, CSS қасиеттерге біз топты, потом барып left деген мән бар, CSS қасиет бар, одан кейін right деген CSS қасиет бар, одан кейін bottom деген CSS қасиет бар. Егер де бұлардың қазіргі не рөл ойнайтынын түсіндіріп кететін болсам, топ деген үсті дегенді білдіреді, right деген оң жағы, left деген сол жағы, одан кейін bottom деген асты, яғни төбе дегенді білдіреді. Енді қараңыздар, бізде мынау топпен жұмыс жасайық бірінші. Енді қазір мынаған мән беріп қарайтын болсаңыздар, бізде мына сары элементті лучше leftмен жұмыс жасайық. Мына left деген сол жағы дегенді білдіреді. Біз сол жағынан элементті қазір 20 пиксельге жылжытайық. Енді қараңыздар, біздің элемент 20 пиксельге жылжытып тұр, бірақ ол мына position relative кезінде ғана жұмыс істейді, яғни ол left, top, right дегендер. Егер қараңыздар, position relative'ті жауап жасайтын болсам, яғни комментер ететін болсам, left бізде ешқандай рөл ойнамайды. Одан кейін қазір енді мынаған бүйтіп қарайтын болсақ, міне оңға қарай жылжыды. Бірақ енді сіздер ойлайтын шығарсыздар, қазір мысалға сенің мынау жазып тұрған кодың ол просто әшейін 30 түп қана беріп тұр ғой, оның не керегі бар дегенше. Қазір қараңыздар, біз егерде мына margin left 20 пиксель деймін да, мен енді мына екеуін комментировать етіп тастайтын болсам, ол да мына ешқандай өзгерген жоқ. Егерде қазір қараңыздар, мен margin left'ті добавить еткен едім, сол кезде мына жылжып тұр. Сіздер ойлайсыздар, ол не разницасы бар, ол кәдімгі 30 түптерден дейтін болсаңыздар, ол мынада разницасы. Егерде қазір қараңыздар, мен мынау элементтердің ішінде мынау контейнер и item 2-ні выделить ететін болсам, мынау нәрсеге мән беріп қараңыздар. Мен қазір мына мышканы мынау item 2-ге апарсам, мынандай, мынаған мән беретін болсаңыздар, андай выделение болып тұр, соған қараңыздар, қазір соған мән беріңіздер. Біздің ана выделениенің сары выделить етіп тұрған орнын, то есть қазір егер мен мына margin left 20 пиксельді қазір комментировать етемін де, мынау position relative left 20 пиксель дегенді қосатын болсам, енді қазір қараңыздар, мен item 2-ге апарсам, енді мынаның орналасу суретін көрдіңіздер ма? Біздің элемент уже басқаша выделяться етіліп тұр, яғни мынау оң жағынан, қазір қараңыздар, оң жағынан ол басталған орнын қараңыздар. Яғни item 2-ның бастапқы орны ол 20 пиксель контейнерден 20 пиксель жерден басталғанда, мынау сыртқа шығып кетіп жатыр мына жерінен.
Осы выделениеге қарап тұрсаңыздар, бұндай нәрсені біз CSS-те ондай нәрсені эффект содержащего блока деген нәрсе бар. Қазақша қалай болады өзі? Блоктың блок құрылымының эффектісі ма, или қалай болады өзі? То есть бізде мынау осы нәрсе, яғни left пен margin left пен әшейін position relative left-тің айырмашылығы осыда. Егерде қазір біз мынаған мән беріп қарайтын болсақ, мынаған қарап тұрыңыздар, яғни біз position relative left 20 пиксель деген бізге мынандай жерден, яғни мынау блоктың орналасу реті сол жақтан 20 пиксель орнынан кейін басталады дегенді білдіреді. Бірақ егерде қазір комменттердетіп margin left 20 пиксельді қарайтын болсаңыздар, онда ол кезде оның орналасу реті, то есть қараңыздар, оның орналасу ретіне мына жерге мән беріп қарайтын болсаңыздар, ол по-любому мынау 0 пиксельден басталып тұр, яғни мына жерден басталып тұр ол. Ал position relative 20 пиксель кезінде ол мына жанынан басталады. То есть осы margin left пен position relative left деген екеуінің разницасын біліңіздер. То есть margin деген ол просто отступ береді, бірақ по-любому элементтің біздің эффектіміз, яғни эффект блока деген ол по-любому қалып тұр. Біздің көзімізге көрінбегенмен документте орналасу реті былайынан осы күйінде қалып тұр. Сол үшін бізде сондай специфичный дейді, сондай моменттерде осы position CSS қасиетін пайдаланған дұрыс. Так, мынау не күттіз? И одан кейін еще топ дегені бар. Ол топ деген енді түсініп тұрған шығарсыздар. Топ үстінен 20 пиксель дейтін болсақ, оның орналасу реті мынау үстіден 20 пиксель төмен қарай орналасады. Бірақ егерде мынау қазір элементтің орналасу ретіне мән беріп қарайтын болсаңыздар, онда ол мына жақта, мына жерден 20 пиксель орын алып тұр. Мынаған мән берсеңіздер. Сол үшін керекті нәрсе бұл. Одан кейін енді position relative-тен басқа position absolute деген мән бар. Ол position absolute деген, егерде мән беріп қарайтын болсаңыздар, ол біздің бүкіл документімізден бөлек шығып кетті. То есть бізде мынау элементіміз мынау div деген мынау контейнердің ішінде тұр ғой, яғни мынау жасылдың ішінде тұру керек еді, бірақ ол сыртынан шығып кетті. Оның олай сыртқа шығып кету себебі ол position absolute деген бүкіл документтен бөлек бетке шығатын болады, бірақ ол үстіңгі мынау контейнерден ішіне относительно осыған position absolute осыған байланысты берейік десеңіздер, қазір мысалы left алып салайын. Жоқ, left 0 дейтін болсам, міне біздің элементіміз, сары элементіміз мынау жанға жабысып тұр, ол бүкіл біздің контейнерімізден шығып кетті. Біз осы жәндегі position relative-ті в основном осындай кезде пайдаланамыз. Бізде мынау қазір мынау position absolute относительно бүкіл документке HTML-ге байланысты өзгеріп тұр. Мына жақта міне біздің мынау div контейнерге байланысты емес, мынау body-ға байланысты өзгеріп тұр. Біз осыны туралау үшін біз мынау контейнерге барамыз да position relative деген мән береміз. Міне сол кезде относительно осы контейнерге байланысты мынау position absolute деген мән берілетін болады. Соны ұмытып кетпеңіздер. Position absolute сол үшін керек. Ол осылайынан элементті бүкіл потоктан бөліп алып шығу үшін. Одан кейін қазір position absolute мыналарды өшіріп салайын. Келесі мәні бар, тағы да position relative-ті өшіре салайын. Келесі үшінші мәні, ол бізде position болады, fixed деген мәні бар. Fixed деген мән нені білдіреді дейтін болсаңыздар, қазір position fixed дегеннен бізде бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Оны біз туралау үшін мынау топ және left-ке беруіміз керек, яғни үстіден 0 пиксель и сол жағынан 0 пиксель беретін болсақ, біздің қазір элементіміз мына жаққа жабысып қалуы керек.
Одан кейін қазір қараңыздар, бізде ол position fixed деген viewportқа байланысты өзгереді. То есть ол position fixed кезінде элементтің орналасу реті осы viewportқа байланысты орналасады. Егер де қазір қараңыздар, мен мына bodyға барамын да, біздің қазір просто мына документіміз мына жерде scroll пайда болмай тұр ғой, өйткені мынау элементіміз кішкентай болып тұрғандықтан біз мынау bodyге барамыз да, height 3000 пиксель деген разница деп мән берейік, чтобы ұзындығын документіміз ұзарту үшін. Сол кезде scroll пайда болды. Қазір қараңыздар, біз мына scroll жасап атсақ, бізде мынау position fixed по-любому бір орында тұр, яғни фиксированный бір орында қатып қалды. То есть ол position fixed дегенге мән берген кезде ол мынау біздің viewportқа байланысты өзгереді. Viewport деген мынау жер, егер есіңізден шығып кетпесе, осы браузердің мынау окносы. То есть мына үстіңгі жағы есептелмейді, бізде мына үстіңгі жақтары бұлар есептелмейді. То есть ол только мынау осы мынау жер ғана бізде viewport деген облыс осы жер, мынаудың аралығы, мына жақта scroll есептелінбейді. И бізде мынау ұзындығы мынау мен мынаның арасы. То есть мынау бізде мынау Windows-тың асты мен мынау үстіңгі жақтары есептелмейді. Viewport деген сол аумақ, біздің документ көрініп тұрған жер. То есть position fixed соған байланысты өзгереді постоянно. Егер де қазір қараңыздар, мен мына position absolute деп, мына fixed'тің орнына absolute деп мән беретін болсам, онда ол көрдіңіздер ме, мынау бас жағында тұрғанымен, ол бүйтіп scroll жасағанда ол постоянно басында тұрады, яғни ол элементтің viewportқа байланысты емес, ол андай мына жақта относительный элементке байланысты, яғни родительский элемент дейм, ондай қалай айтады өзі. Яғни басыңқы элементке байланысты өзгереді, немесе мына HTML-ге байланысты позициясын қояды. Яғни мына қараңыздар, көрдіңіздер ме? Сары түс, ол мына документ жылжытсақ, ол по-любому бір орында тұр, бірақ ол документтегі орнын алып тұр. Ал мынау fixed кезінде ол viewportқа байланысты орнын алады. То есть position fixed viewportқа байланысты орын алады да, ал position absolute ол блокқа, яғни элементке немесе документке байланысты өзгереді. Одан кейін үшінші бір тағы, бесінші уже қасиет, position қасиетінің қабылдайтын мәні ол sticky дегенді білдіреді. Sticky деген ағылшын тіліне аударғанда lipky дегенді білдіреді. Lipky деген қазақша қалай болады өзі? Жабысқақ па? Қараңыздар, олның мәні былайынан қазір мынау элементте өсіп тұрады да, бірақ қазір мына үстіне барған кезде ол мені жабысып қалады, мені қараңыздар. Бірақ қазір мынау сары нәрсе біткеннен кейін шығып тұр. Так. Біз оны мынау неге берейікші? Мына жерде просто мынау item контейнеріміздің ішінен біткеннен кейін, мына контейнер қазір сыртқа шығып біткеннен кейін, ол да тоқтап қалып жатыр. Соның қазір мәнін туралау үшін біз мынау position fix sticky top left 0 дегенді мынау контейнерге беріп кететін болсақ, енді қараңыздар, мен scroll жасаймын, сол кезде мына үстіне жабысаттан, бірақ қараңыздар, мына scroll әлі жасылып тұр. Осыны білдіреді, яғни ол sticky деген, lipky деген жабысып қалады, яғни бастапқы орында нормально тұрса, кейін scroll жасағанда мынау үстіне біз қалай мән бердік, топ 0 деп бердік па, мысалға қазір қараңыздар, мен үстінен бір 100 пиксель деп беретін болсам, онда ол былайынан тұрады, өсіп тұрады да. Так, тұра тұрыңыздар, 100 пиксель слишком көп кетті деймін. 100 пиксель емес, лучше так 20 пиксель деп беріп кетейік. И қараңыздар, ол мынау 20 пиксельге дейін барады да, былайна скролл болады да, бірақ 20 пиксель үстінен 20 пиксель жақындаған кезде сол жерде қатып жабысып қалады. Мені скроллым істеп тұр, мені. Бірақ по-любому анау элементіміз бір орында қатып тұр. Қазір де мынау үстінен вообще мынау margin top 80 емес, так 150 пиксель беретін болсам, біздің элемент 150 емес, даже бедекші қазір 550 деп беретін болсақ, мына скролл ол кезде істеп тұра береді. И мынау үстіне барып 20 пиксель қалған кезде жабысып қалады да, сол күйі тұрады. Яғни lipky деген соны білдіреді. Sticky деген осындай эффект беру үшін керек. Так, қысқаша positionдар жайлы осы. Бірақ енді келесі айтып кететін нәрсе z-индекс.
Z индекс нені білдіретін болсақ, біз қараңыздар, мынау бүкіл айтем 1, 2, 3-ке де бірдей position absolute деген мән берейік. Енді қараңыздар, мына жерде мынаның барлығы орналасу суреті осылайынан тұрда. Мен қазір енді мынаған барамын да, топ 50 пиксель деймін да. Қызылға 50 пиксель беремін. Так, ал мынау айтемекке топ деймін де 150 пиксель беремін. Сарымыз былай кетті. И left 50 пиксель беретін болсам. Бізде мынау сыртына шығып кетатыр, ол нең кесірінен болатыр. Мынау контейнерге біз position relative беруіміз керек, яғни относительно осыған байланысты біздің абсолюттік мәніміз осыған байланысты өзгеру керек. Одан кейін негізі мынау item 1-ге ешқандай мән бермей қойған дұрыс ау деймін ше. Так, мынау біздің 150 емес, мына жерге қазір бір 70 пиксель беріп кетсе салайық, сол дұрыс сияқты. Одан кейін ең астына да дәл сондай мән береміз да, бірақ ол кезде уже 50 пиксель емес, уже мынау left жабыстырып тұра береді. Топ 150 десек, сол кезде мынандай нәрсе болады. Қараңыздар, енді мыналардың орналасу суреттері қалайынан тұр. Z индекс деген кезінде, яғни мынау position absolute и fixed кезінде ғана, яғни position absolute және fixed кезінде бізге Z индекс деген мәні керек. Ол не үшін керек дейтін болсаңыздар, бізде мынау документтер общий потоктан шығып кетті, соның кесірінен ол 3D сияқты айналып кетті. Егер де қазір сайтымызға қарайтын болсақ, мен мынандай Photoshopпен мынандай бір 3D нәрсе жасадым. И біздің қазір элементтер былайына орналасып тұр, олардың орналасу суреті тура мынандай нәрсе сияқты орналап тұр. Қараңыздар. Так, мынаны қалай кішірейтіп болады. Вот. Қараңыздар, то есть бізде мынау position absolute кезінде бізде мына элементтер үстіне шығып кетеді ғой. Так. И осының кесірінен бізде мынау 2D плоско, яғни 2D дегенді түсінен жастар, яғни екілік жазықтық дейма, двухмерный пространство деген қазақша қалай, екі өлшемді пространстводан біздің элементіміз 3D-ге айналады, яғни 3D деген уже үш өлшемдіге айналып кетіп жатыр. Яғни бізде мынау элементтеріміздің мынау орналасу суреті былайынан былайынан X осі болатын болса, жоқ, былайынан Y емес бая, былай қарай X осі ма? И одан кейін үшінші ось, ол уже Z осі деген пайда болады 3D кезінде, яғни биіктігі, ені және глубина, яғни тереңдігін білдіреді. И осындай кезде біздің элементіміз былайынан үстіп орналасқан кезде Z индекс auto деген осыларды біз орналасу суреттерін қайсысын бетіне шығару үшін біз оларға Z индекс деген свойства арқылы мән береміз. Егер де қазір қараңыздар, біздің мынау қызылымыз мынау сарының арт жағында тұр. Егер де мән беріп қарайтын болсаңыздар, біз осы қызылды бетіне шығару үшін біз мынау қызылды қазір бетіне шығару үшін біз Z индекс дейміз де, оған 1 деген мән берсек, қазір мынау қызыл бетіне шығу керек. Міне сары уже артына кетіп қалды. Енді қазір біз көкті артына тығу үшін, біз көкті артына апару үшін біз оған Z индекс дейміз де, оған 0 деген мән беретін болсақ, так, тұратыңыздар, мен қайсысына беріп жатырмын өзі. Мына жерде сарыға да мән беріп кету керек, өйткені оның да мәні Z индекс бізде болады. Оған да 1 деген мән беретін болсақ, 1 деген бетіне шығып кетті. Қараңыздар, ол нең кесірінен болды? Біз item 1-ге де, item 2-ге де 1 мән беріп жаттым. Сол үшін бізге бетіміз керек. Ең бетіне қызылды шығару үшін біз оған 2, ал мынау көкті артына жіберу үшін, яғни қараңыздар, көкті біз артына жіберу үшін біз Z индекс 0 дедік та, ал оның бетіне сары түсті қою үшін біз Z индекс 1 дегенді жаздық. Ал Z индекс 2 дегенді жазатын болсақ, ол мынау бізде қызылымыз ең бетіне шығады. Яғни неғұрлым Z индекстің мәні көп болған сайын солайынан кетеді. Егер де ол
теріс мән қабылдайтын болса, онда біздің документтің артына кетіп қалу керек, мен жоқ болып кетті. Бірақ ол негізі біздің элементіміздің ішінде, так, просмотреть, код дегенді басайыншы не. Так, просмотреть код дейтін, қазір айтайын екін басатын болсақ, анау выделениеге мән беріңіздер. Мені қараңыздар, мені выделениеге мән беріп қарайтын болсаңыздар, мынау облысқа, мынау тұрған жер, ол бізде орны тұр, бірақ ол z индекс -1 дегендіктен бізде мына бүкіл документтің ол артына кетіп қалды, яғни терістен артына кетіп қалады. Қысқаша осылай, яғни z индекс деген ол мынандай 3D плоскостьке айналып кеткеннен кейін біздің сайтымыз соның кесірінен бізде мынау элементтеріміз былайынан қуып кетеді. То есть қуып кетеді дегенде просто бір-бірінің артына кетіп қалуы мүмкін. И енді қазір біздің мынау сайтымызға көшейік, енді вроде нормально түсіндірдім деп ойлаймын, енді position z индекс жайлы. Енді біз мына қараңыздар, ең бірінші ошибка мынау біз менюді туралайық. Бізде менюмызды басқан кезде мына артына шығып тұр, ол мынаның кесірінен болып тұр. Қараңыздар, біздің мынау менюмыз қазір мынандай 3D плоскость болып тұр ғой. Соның кесірінен ол мынандай артына кетіп қалып жатыр. Қазір қараңыздар, мен мынаны артына апарсам, мынау менюмның артына апардым да, сөйтіп енді қазір алды жағына қарайтын болсақ, міне біздің қазір сайтымыз осылайынан көрініп тұр. То есть біздің мынау z индексіміз артына кетіп қалғаннан кейін. Так, ойымнан туралы проблема күтті. Жалпы түсінген шығарсыздар, біздің менюмыз мына жерде тұр да. И сол жақта тұрғанның кесірінен біздің менюмыз арт жақтан мынандай көрінбей тұр басқан кезде. Соны алдыға шығару үшін біз мынандай оның орналасу ретін ең алдына жіберуіміз керек. Так, мынаны выделить етемін да. Переместить по оси z деп бүйтіп алдына шығарам. Енді қазір алдына шығарып бүйтіп қарайтын болсаңыздар, меню осылайынан көріну керек бізге. Так, Енді біз осындай істеу үшін біз маған барамыз да, просто біздің кодымызға барамыз. Так, кодымызға баратын болсаңыздар, так, тесттердің бәрін жауып тастау керек. И ол бізде меню деген жерде болу керек еді, по-моему, index.html-ді ашып қарайтын болсаңыздар, біздің менюмыз ол мына nav контейнер дегеннің ішінде. Біз осы nav контейнерді ең бетіне шығаруымыз керек. Көрдіңіздер ме, nav контейнерде position fixed деген пайдаланған. Fixed кезінде ол документтің общий потогынан шығып кетеді. И осы общий потоктан шыққаннан кейін біз оған z индексті беруіміз керек. Z индекске біз неғұрлым үлкен мән беруіміз керек. Біз 99 деген мән бере салайық, чтобы андай. Міне сол кезде мына бетіне шығып тұр. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? То есть біз бірінші ошибканы тураладық, бір ошибканы. Енді келесі ошибка мынау хидерді біз мынауны қара түсті бетіне шығару керек. Оны шығару үшін бізде мынау жақта ол хидер деген класстың ішінде, мына хидер деген. И осы классқа барамыз да, мына документтің ішінде, так, оны қаяқтан тапсақ болады. Так, мына хидер. И біз осы жаққа position fixed деген беруіміз керек, өйткені фиксированный бір орында тұру керек қой біздің элементіміз. Міне көрдіңіздер ме, position fixed берген едік, бәрі дұрыс болды, бірақ біздің енді мынау хидеріміз арт жағына кетіп қалды. Оны бетіне шығару үшін біз z индекс 99 деп бағана менюға бердік қой. Значит, біз бұған кем мән беруіміз керек, 98 деген. Міне сол кезде мынау бетіне шығады, міне. Егер де қазір біз 98-дің орнына 100 деген мән беретін болсақ, онда ол артына кетіп қалады. Қазір қараңыздар, мынау хидеріміз менюдің бетіне шығып кетті. Соны менюдің бетіне шығарма үшін біз 98 деген мән береміз, чтобы. И қараңыздар, енді мынау бізде қуып кетті. Оны туралау үшін біз background color деп көрейік, арты қалай тұрғанын, қаяқта тұрғанын. Так, бізде былайынан тұр ұзындығы. Оны ортаға қою үшін margin auto еді. Так. Margin auto мына жерде істемейді. Өйткені бұда бізде мына хидеріміз нақты қандай ұзындық алып тұрғанын көрсетпей тұр. Соның кесірінен біз оған былайынан беруіміз керек. Position fixed'те біз
left 0 и right 0 деп беретін болсақ, онда ол оң жақ сол жағынан 0 пиксель алады да, содан соң былайынан біздің элементіміз как бы ортасына жақындайды. Сол үшін мынаған мән беріңіздер, яғни left 0, right 0 деген кесірінен мынау жағынан и мына жағынан 0 пиксель алып тұр. Мынау неге жабыспай тұр ондай болса деген сұрақ туындайтын болса, бізде просто мынау хидердің ішінде мына контейнер деген элемент бар еді. Сол контейнердің ішінде margin auto деген мән бар. Егер де мына контейнерді өшіріп тастап сохранить етіп қарайтын болсаңыздар, міне біздің менюміз былайынан тұр. Просто контейнер добавить етіліп тұрғандықтан біздің элементіміз былайынан тұр қазір. Так, енді бәрі дұрыс. Мыналарды қазір араларын артық строкаларды өшіріп тастайын и background color'ды өшіріп тастаймын. Так, біз енді екі түрлі ошибканы тураладық, бірақ енді мынау хидеріміз постоянно бір орында тұратын болады. Міне көрдіңіздер. Оны келесі сабақта туралаймыз, өйткені бұл жерде JavaScript код жазу керек. Ол сәл ұзақ істеуіміз мүмкін, сондықтан оны келесі сабаққа қалдырамыз. Андай бүйтіп скролл жасағанда хидерімізді скрит етеміз да, бүйтіп обратно скролл жасағанда қайтып орнына келтіретін істейміз. Оған пока назар аудармай қойыңыздар. Енді келесі нәрсе бізде мынау артындағы мынау background, яғни мынау артындағы мынау суреттің қайталанып кетуін жоюымыз керек. Оны істеу үшін бізде мынандай нәрсе, біз мынау суретті CSS код арқылы бердік қой. Так, қай жерде кетті өзі? Так, hero overlay. Мына hero, background color, мына girl camera деген суретті осылай CSS арқылы бердік. Негізі, по идее, осылай CSS арқылы беруге болады, олай түсті, бірақ лучше бұлайынан істемей қойған дұрыс. Оны мынау HTML-дің ішінде image tag арқылы істеген дұрыс. Ол не үшін керек дейтін болсаңыздар, ол андай блокировщик рекламы бар ғой, адблоктаршы, егер де таныс болсаңыздар, сондай расширениелер Google Chrome'ға орнатуға болады. Қазір егер де мен мынау немде мына AdBlock Plus деген рекламаны блокировать ететін расширение орнатылған. Бірақ бұл енді мынаны қазір суретті көрсетпей тұр, бірақ осындай кейбір расширениелер бар. Сол мынау арттағы сондай CSS арқылы берілген суреттерді көрсетпей қояды. Соның кесірінен біз сондай ошибка болмас үшін біз осы мынау суретті бұлай емес, андай кәдімгі image tag арқылы берген дұрыс. Так, мынау hero-дің орнын қарастырып қояқ, background color дейміз да, бір red деп қоясақ, чтобы көріну үшін мына артында қызыл болып тұр. Енді біз оған сурет беру үшін, так, қаяқта еді өзі? Мына hero классымыз мына жерде. Енді бізде мына жерде мына hero overlay дегеннің жанына барамыз да, біз div класс hero bg, жоқ, hero image десілайық. Мына жерде екі нижний пробел қою керек, оны өткен сабақта айтып кеттік. Мынандай блок элемент модификатор деген как бы ұғым бар. Бұл біздің кодымыздың түсінікті болу үшін керек. И hero image-дің ішіне біз барамыз да, мынандай image деген тег арқылы суретті беріп кетеміз. Суретіміз бізде images деген папканың ішінде, оның ішінде girl camera jpg дегенді білдіреді. И мынаның артына альтернативный текст деген жерге біз типа hero image деп па, или сондай бірдеңе жазып салайық. Так, енді міне суретіміз бізде өте үлкен сурет болып тұр. Енді осыны туралау үшін қазір енді мынау CSS стильге кодқа барып CSS стилін жазып кетейік. Split left деп. Так. Мақұл осылай тұра берсін. Мына hero image, hero overlay, hero'дан кейін жазып кетейік. Так, hero content, так. Контентті өшіріп тастаймын да, оның орнына image деп жазамын. Так, бұның мәні тура мынау сияқты болады. Мынау position absolute, бла-бла дегендер. И оның ішіндегі суретке
Так, hero image, соның ішінде суретке image деп пробел, потом image деп жазатын болсақ, соның ішінде суретке мән береміз. И оған with 100% дейміз да, и height 100% дейміз. Так, осы кезде біздің суретіміз былайынан тұр. Бірақ қараңыз, маған қыздың суреттері андай бір жабысып қалды ма, бірдеңе болып қалды. Міне көрдіңіздер ме, артындағы сурет андай созылып, біртүрлі болып тұр, бірақ қайталануды біз жойып тастадық. Енді осы созылып тастағанды орнына келтіру үшін бізде мынау image-те мынандай image деген тегке арналған специальный object fit деген CSS қасиет бар, яғни object fit деген ағылшынша object fit деген как бы растягивание объекта дегенді ма білдіреді. Оның қабылдайтын мәндері мынандай contain, cover, fill дегендер бар. Егер contain дейтін болсаңыздар, ол осы бастапқы мәні, то есть мынандай қалыпта тұрады ол. Жоқ. Contain деген мынау қазір мен мына қараңыздар, суретке background color'дың артына бір aqua деген суретті берейік. Көрдіңіздер ме, біздің сурет ұзын болғанымен сурет ішін, то есть мынау image деген тегіміз көкпеңбек түс болып тұр артында. Бірақ ол ондай нәрсе болмай тұр да, то есть осы бүкіл мына көк сызықталып тұрған жоқ та, мына object fit contain деген кесірінен F1 beautify file дейін. И мына contain деген соның просто мына суреттің размерін қойып тұр, яғни ол ұзындығы биіктігіне байланысты. Ол былайынан егер бүйтіп үлкейтіп кішірейте берсеңіздер, так, не жазыспай тұр. Мына былайынан өзгере береді, то есть бізге бірақ бұлайынан керек емес. Одан кейін контейннен басқа оның fill деген мәні бар. Fill деген енді осы бастапқы мәнімен және де контейн екеуін шатастырып жіберіппін. То есть біз мына object fitті жазбаған кездегі мәні сол fill деген мәнмен тең болады. То есть бізге енді cover деген керек. Cover дегені как бы орналасуына байланысты өйстіп. Так, cover деген ағылшыншаға қалай мағынаны білдіреді екен, есіме шығып кетті. Так, cover на русском. Покрытие деген білдіреді екен ғой, да. Енді осыны қазір қарайтын болсаңыздар, біз мынаған бүйтіп кішірейте беретін болсақ, онда міне суретіміз нормальный көрініп тұр. Бізге осы мән керек, то есть бүкіл ұзындығымен сәйкес болып, былайынан осылай растягивание болғаны біз үшін өте тиімді нәрсе. Так, енді суреттің қателігін тураладық. Как бы HTML арқылы. Енді мынау адаптивныйды істеу үшін біз мынандай нәрсе істейміз. Адаптивный бізде мынау егер main CSS-ке барып қарайтын болсаңыздар, біз мынандай пиксель арқылы берілген нәрсе. Так, тұра тұрыңыздар. Біз мына font size 100 пиксель деп беріп кеттік. Бұл нәрсе бүкіл жерге беріледі. Ол 0 мен 576-ның арасындағы мән болады. Сол үшін біз мынандай F12-ні басамыз да, мына iPhone 6-7-лерге қоямыз да, сөйтіп осы кезде мынаған мән беретін болсақ, оған 25 пиксель деп мән беріп кетейік. 25 пиксель аз сияқты. 35 пиксель берейік. И кәсіпқой фотограф деген текст, ол бізде hero subtitle еді. Так, мынаның арасында артық пробел бар екен. И ол 25 пиксель емес, бұл жерге біз 15 пиксель беріп кетейік. Сол кезде вроде более-менее нормально болған сияқты. И мына мен жайлы деген кнопкадегі тексттің размері бізде 16 пиксель, оны 16 пиксель емес, так 14 пиксель берсек более-менее нормально. Так, негізі мынаған hero subtitleға 16 пиксель бере салайық, либо 18 берейікші лучше. 18, ал мынаған 35 емес, 40 берейік, сол кезде нормально сияқты. Бұлай болмайды екен. Бізде симай жатыр, 35 пиксель берейік. Міне сыйып тұр. Так, 678. Мына iPhone 5S как бы ең кішкентай экран ғой. Міне 320. Сондықтан біз осыған сәйкестендіріп түсуіміз керек. 30 пиксель қылды лучше. И мынау hero титулға text align center деп жазайық.
кәне егер мынау текстімізді егер 40 пиксель, 40 пиксель берсек қалай болады екен? Мынандай болып кетеді екен. Олай лучше бүйтіп істемей-ақ қойған дұрыс. 30 пиксель десек более-менее нормально. Так, енді келесі бізге мән беретін жері мына iPad дегенге қоямыз. iPad деген как бы планшеттерге арналған ғой. Планшеттерге арналған 768-дің арасы. Біз оған мән беру үшін біз енді мына жаққа барамыз да. Біз мынау толық цифр... Так, тұра тұрыңыздар, біз 578-ге беріп тұрмыз ғой, 576-ға беріп тұрмыз ғой, иә? 576 емес, 768-ге. Хотя тұра тұрыңыздар, мен жерде просто мына iPad-тың размері 768, біз мынандай респонсивке қояқ, мына жақтан респонсивке қоямыз да. Енді қазір 576 мен бір 600-дің арасы, 600 деп мән берейік. И енді осы жерге де бір стиль беріп кетейік, чтобы андай, қазір енді өкінішке орай мынау элементтердің, яғни мынауындай девайстардың арасында именно сол 600 пиксель болатын, енінің ұзындығы 600 пиксель болатын не жоқ екен, енді устройство жоқ екен, енді ол енді оның орнына просто біз респонсив 600 пиксель десек, мынандай осындай экранды планшеттерге арналған, ол негізі 576-тан жоғары мен 768-дің арасында андай планшеттер бар ғой, Samsung-тың бір андай 7 дюймдік, как бы әрі смартфонға ұқсас, бірақ сәл үлкенірек, солар үшін арналған. Енді біз бұған мән беру үшін, енді Hero Title-ға бірінші мән берейік. Жоқ, үстінен бастайық, Hero Subtitle біздің үстіне ең тұрғаны. Енді бізде Hero Subtitle мына жақта 18 пиксель болғанымен, енді біз мына жақта font size деймізде. Енді бұл жерге бір 20 пиксель или 22 пиксель деп берсек те нормально сияқты. Міне үлкейді. Енді одан кейін келесі мәні бізге Hero Title-ға ғана беру керек. Font size 16 пиксель емес, деп тұра тұрыңыздар. Так, ол бізде Hero Title-ымыз 30 пиксель болса, значит біз 40 пиксель берсек, вроде нормально сияқты. Иә, міне 40 пиксель, даже 40 пиксель онша емес сияқты. Лучше 50 пиксель десек, тіпті керемет болады сияқты. Міне қараңыздар, сонда біздің элементіміз былайынан, міне адаптивность деген осы. Енді бізде мына iPad-қа қоямыз. Енді iPad-қа берілетін мәні, мынаны біз копировать етіп алсақ та болады. Мынаны екеуін копировать етеміз. Енді 768 пиксельден кейін қалай көрінетінін көрейік. Енді бұл жаққа 22 пиксель емес, уже сәл 25 пиксель берейік. Міне үлкейді, сәлде болсын. Одан кейін фонт сайзымыз бізде 50 пиксель емес, уже біз 70 пиксель берсек қалай болады екен. Міне 70 пиксель уже нормально. Енді iPad Pro-ға қоямыз. Оның енінің ұзындығы 1024. 1024, ол мына 992 мен 1200-дің арасы, значит біз мына 992 пиксельге береміз. Осы жерге жазып кету керек. Бізде мынаған 25 пиксельді біз 28 пиксельге ауыстырайық та Hero Subtitle-ға. Ал мынау недегі Hero Title-дің мәні 50 пиксель емес, уже 70, жоқ, тұра тұрыңыздар, 70 пиксель деп қойып кеттім мен. Мына жақтағы ол 70 пиксель. Значит, одан да көп мән беру керек. 90 десек қалай көрінеді екен. Мынаны респонсивқа қояқта 992-ден бастап көрейік. 992, так. Так, 992-ден нормально көрінеді екен, значит, более дұрыс. И енді 1200 пиксельден бастап жазайық. Бұл жерге де солайынан уже 28 пиксель емес, уже 30 пиксель деп уже үлкейте береміз, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұл жерге 100 пиксель деп берейік. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, мына 1200 пиксель, 1210 пиксель кезінде міне нормально көрініп тұр. Міне нормально тұр бәрі. Одан кейін мына жаққа енді 1400 пиксель деп берейік. 1400 пиксель кезінде уже ана 30 пиксельге мәнді өзгерте сақтап отыр, бірақ. Так, мынаны қараймыз. Так, 22 пиксель бізде 30 емес, енді бұл жерге 35 пиксель беруіміз керек. Бізде мына үстінде 30 пиксель деп тұр ғой. Енді мына 100 пиксельдің орнына енді өте үлкен бермей қояқ, 120 пиксель десек нормально сияқты. Міне көрдіңіздер ма, бізде енді мынау адаптивный болды, более-менее. Бірақ мынау мен жайлы деген что-то жөн болмай қапты, біз оны просто әшейін барамыз да, мынау
992'den жоғары болатын мәнінен байланысты, яғни 992'den жоғарыға hero link дейміз да, сөйтіп font size'імізді 18 пиксель дей саламыз. То есть 992 пиксельден бастап ол мәні өзгеретін болады. Жоқ, да 20 пиксель дейміз бе, өзі не істейміз. Так, hero link 20 пиксель дей салайық лучше. Так, тұратыңыз, ол hero linktің ішінде ме өзі? Неге мәні өзгермей жатыр? Біз мынау hero linktің ішінен мына жақтан өшіріп тастауымыз керек. Хотя нет, тұратыңыз, олай өшірмейміз ғой біз. Так, что-то здесь что-то не так. Hero link 992-ден жоғары қарай. Так, мені 922-де уже кішкентай болып тұр. Просмотреть код деп қараймыз да. Мені hero linkке мән беріп қараймыз. Қазір үлкейтетін болсақ, font size 20 пиксельге ауысты. Мына 14 пиксель сызып. Дұрыс істеп тұр барлығы. Міне енді көретін болсаңыздар, біздің неміз, сайтымыз адаптивный болды. Қазір мына мысалға браузердің окносын бүйтіп үлкейтіп кішірейтетін болсаңыздар, міне сайтымыз міне адаптивный. Бүгінге осы, енді мынау басты беттегі нәрсені туралап не қылдық, адаптивный, одан кейін мынандай қателіктерін тураладық, менюдан жіберген қателіктерді. Келесі сабақта біз мынау хидерін андай бүйтіп скролл жасағанда тығылып қалатындай, яғни көрінбейтіндей, ал бүйтіп жоғары қарай көтергенде мына меню шығатындай қылып істейміз. Оны JavaScript-пен істеу керек. Енді бүгінгі сабаққа уже оны түсіндіріп кету ұзақ болып кетеді деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі сабаққа жетеді деп ойлаймын. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.